Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы діни қызмет пен діни бірлестіктер туралы заңының 8 бабының 1 тармағына сәйкес, діни ілімдерді таратуға бағытталған қызметті тек тіркеуден өткен азаматтар, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғалар жүргізе алады, және олар тіркелген Қазақстанда діни ресми бірлестіктің өкілдері болуы тиіс. Тіркеусіз миссионерлік қызмет заң бұзушылық. Қазақстан миссионерлік аумағында заңсыз қызметпен айналысқан азаматқа Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 490 бабының 3 бөлігіне сәйкес Қазақстан азаматтарына 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Ал шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғаларға аумағынан жіберілетін айыппұлға қоса елімізден шығарылып әкімшілік жауапқа тарту қарастырылған.